Духовкада пісетін пышный, воздушный болып шығатын пончиктің рецептімен бөлісемін. Ұн мен какаоны араластырып, үстіне ас содасы мен қопсытқышты салып жақсылап араластырамыз. Қантымыздың үстіне жұмыртқаны салып, миксермен бір келкі масса болғанша араластырамыз. Үстіне ертілген сары майды, сүтті құйып, тағы да миксермен жақсылап араластырамыз. Енді құрғақ массаларымызды 3 бөлікке бөліп, миксермен жақсылап бір келкі масса болғанша араластырамыз. Міне бізде осындай масса дайын болды. Енді кондитерский мешокқа салып, формаға осылай жақсылап құйып шығамыз. Формасы тегіс болу үшін осылай 1-2 рет ұрып жібереміз және қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Толықтай суыған пончиктеріміздің бетіне осылай крем жағамыз. Өз қалауыңызша әртүрлі жасай берсеңіздер болады. Мен шоколадты ерітіп жақтым және осылай бетін әсемдейміз. Жасап көріңіздер, ас болсын.